шариғат бойынша әрине, ғалымдардың, мамандардың айтуы бойынша әрине, кітаптың барысы бойынша айтуды жөн көрдім. Бірінші мәселе, бұл сұрақты келтіріп тұрған жаңа қара көздеріміз, әрине ол сұрақтың артында адамда демек осындай бір мазалайтын ой бар. Сол ойдан шыққан сұраққа айналып кетті, ол қоғамда мәселеге айналып кетті. Және сол сұрақ қойған қара көздерімізге де алғыс айтамын, Алла разы болсын. Қаншама қара көздеріміз сұрамай, мамандармен кеңеспей, шешім қабылдап жатқандар бар, артынан өкініп жатқандар бар. Не істесем болады деп. Бірақ мына сұрақтың иелеріне мен айтарым, оларға қарағанда бұл қара көздеріміз, Алла разы болсын, кішкене болса да пайымдап, мамаммен кеңессем деп осындай ойға келген екен. Сол үшін Алланың нұры жаусын деп айтқымыз келеді. Енді сіздердің қыз балаларға қатысты мәселені көтерейін. Қыз балалардан кейін ұл балаларға қатысты мәселе айтамын. Екіге бөліп қарастырамыз бұл мәселені. Бірінші мәселе, қыз балаларға айтатынымыз, яғни ажырасқым келеді, бұл азаматпен тұрғым келмейді, шыдамым бітті деген мәселеге қатысты бірінші мәселе, кішкене ойлануға шариғат уақыт береді сізге. Кішкене ойланыңыз. Өткен Алла Тағала адам баласына ой берген, ақыл берген екен. Басқа хайуанаттардан, жануарлардан адам баласының ерекшелігі осы жерде. Олар ойлана алмайды. Яғни, мысалға, көршінің иті, оның аржағында көршінің тауығын ойланбастан барып жейді де, сөйтеді, одан ойланбастан сондай қылмысқа барғандықтан одан жақсылап таяқ жейді. Өткен ол бейшара ойлану, онда ақыл жоқ, ол парасат. Адам баласына Алла Тағала ой бергенде, Алла Тағала бұл Құрандағы аят, «Әла тақилун», ақыл жүргізбейсіңдер ме? «Әла туфаккирун», кішкене пікір қылып, ой жүгіртіп, салаламайсыңдар ма? «Әла татадаббарун», жан-жақтарына қарап ғибрат алмайсыңдар ма деген аят Құрандағы ол. Яғни мамандардың кішкене ойлан деп тұрғаны сол Құрандағы аятты меңзеп тұр. Ойлану керек. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде де айтады, соңғы өкінішпен немесе кешірім сұраумен аяқталатын амалдан сақтаныңдар дейді. Яғни одан сақтаныңдар дейді. Міне ойланып, кішкене ой жүгіртсеңіз, иншалла бәрі жақсы болады. Өйткені бұл өмірде Алла Тағала біреуді күйеуімен сынайды, біреуді әйелімен сынайды, біреуді көршісімен сынайды, біреуді әкесімен, біреуді баласымен. Яғни бұл өмірде Алла Тағаланың сынағы бітпейді, қарындас. Жарайды, сіз ақылды екенсіз. Алла Тағала сізге сондай пайымдау берген екен. Жарайды, сол күйеуіңіз сондай бір көңіліңіздегідей емес екен. Бірақ бір нәрсе бар, демек біліңіз, Алла Тағала сізді сонымен сынап жатыр. Яғни сол арқылы Алла Тағала сіз соған сабыр етсеңіз, Алла Тағала сізді басқа амалдарыңызды иншалла сауабын еселейді. Және сол қиыншылыққа сабыр еткеніңізге Алланың алдында дәрежеңіз өседі. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, шариғат бойынша екі зиянды мәселе келген кезде, оның ішінде жеңілін таңдау деген мәселе бар. Енді осы сұрақ өзіңізге қойып көріңіз. Демек, жігітпен, күйеуіңізбен тұру зиян сіз үшін болса, айырылысуда зиян. Екі зиянның қайсысы жеңіл сізге? Яғни қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл? Екен таразыға салу керек. Айырылысып кеткеннің зардабы жеңілдеу ма сіз үшін? Немесе сол жігітіңізбен зиянға ұшырасаңызда сабыр етіп, бірақ оның жеңілі айырылып кеткен қарағанда жеңілдеу болса, онда осыны таңдау керек. Ихтар мен ахаф дейді арабта, яғни сол ауыр мәселенің ең жеңілін таңдау керек. Пайғамбар алейхиссаламға екі мәселе жолыққан кезде Пайғамбар алейхиссалам жеңілін таңдайтын еді дейді. Яғни шариғатымызда кез келген нәрсенің жеңілін таңдау керек. Сол жеңілін таңдасаңыз, демек сіздің бұл дұрыс шешім қабылдағаныңыз болып есептелінеді. Шешім қабылдағаныңыз. Өйткені қазір ауыр жағын кішкене бір ашуға беріліп, эмоцияға беріліп, қолыңызды бір-ақ сілтеп шешім қабылдасаңыз да болады. Немесе сол тұрып жатқан жігітіңіз наркоман ба, ішімдікке салынып кеткен алқаш па, бір террорист па, сондай бір адам болса, сіз көріп тұрсыз, болашағы жоқ адам анау. Балаларыңыздың өміріне қауіптенесіз. Онда сіз үшін ол ауыр онда. Яғни айырылысып кеткен жеңіл болып қалады сіз үшін. Демек жеңіл жағын таңдайсыз онда. Яғни
Өйткені жаңа айтып тұрғандай, қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр, соны анықтап алу керек. А егер жаңадай емес, жоқ, ешқандай ішпейді, шекпейді, қумайды, бірақ сода бір пендешілігі бар енді деген бір кейбір сипаттары ғана болса, онда оны сіз үшін ол жеңіл, айырылысу ауыр ол. Өйткені ол неге ауыр? Айырылысқан кісілермен жай бір әңгімелесіп көрсеңіз, олар ақырындап айта бастайды. Яғни басында қызуымен кетіп қалады, артынан сосын не болады? Өкініш пайда болады. Үшінші мәселе. Сол балаларыңыз болатын болса, балаларыңыздың әкесі сол жігіт. Яғни мынандай мәселе бар, ешқандай университет, ешқандай академия бере алмаған тәрбиені сол әкесі береді. Яғни балаға ешкім әкесінен артық тәрбие бере алмайды. Ол бала болашақта балалармен ойнайды. Баланың психикасына да әсер ететін амалда бұл. Сол жағында көбірек ойлаңыз. Яғни бұл жерде жарайды, сіздің жан дүниеңізге бір тыныштық орнайтын шығар деп ойлап тұрсыз ғой, айырылысқаннан кейін. Әйтеуір әрмен қарай өзімнің өмірім, әрмен қарай дұрыстап өмір сүремін деп ойлайсыз, бірақ балаларыңыздың да өмірін ойлау керек. Ол балалар ертең достарымен араласады, ойнайды. Олар әкең кім дейді, әкең қайда жұмыс жасайды дейді, әкеңнің аты кім дейді. Ол түсінесіз бе, балаға өте ауыр болады. Бәлкім сол бала сондай әкесіз өскендіктен мүмкін баладан сіз болашақта көп деген бір зиян нәрсе көріп қалуыңызды ықтимал. Яғни сіз баладан әкені алып қойдыңыз, және қайталап айтамын, әкенің берген тәрбиесін ешкім бере алмайды. Әкенің үйде жай көрінісінің өзі бала үшін өте үлкен тәрбие. Яғни бала үшін ол өте үлкен бір нығмет Алланың берген. Сол жағында кішкене ойлап қарау керек сізге, әкенің берген тәрбиесін және қайталап айтамын, ешкім бере алмайды. Мүмкін болашақта мүмкін бір және бір тұрмысқа шығарымды мүмкін бір ойыңыз бар шығар, білмеймін. Бәрібір де ол айта береді ол. Ой, басынан сипайды баланың, ол да жаңағыдай балам деп бауырына басады, оның бәрі өтірік. Мыңнан бір әулие бар шығар өмірде, мыңнан бір шығар мүмкін. Әулие болып әтір сол өзінің баласындай, сіздің балаңызды бауырына басы мүмкін. Ал қалғандардың бәрі жай әңгіме, оның бәрі. Уақыт өте ол бәрі өгейлігін қылады. Яғни ол бәрібір өгей әкейлігін жасайды. Сол себепті баланың жан дүниесінде ол қалып қояды. Бәрібір жаман болса да өзінің әкесін бала аңсай бастайды. Сол жағында көбірек ойлағаныңыз кішкене дұрыс болады. Және одан кейінгі мәселе тас түскен жеріне ауыр дейді мамандар. Яғни сол қазір сізге кеңес беріп жатқан бір дос құрбыларыңыз бар шығар. Мүмкін оны бір анаңызбен ақылдасқан шығарсыз, мүмкін тағы біреумен ақылдасып жүрген шығарсыз, білмеймін. Бірақ бәрібір де түптің түбінде бүткіл жаңағы ауыртпашылық сіздің басыңызда болады. Яғни уақыт өте сол сізді жақтап тұрған адамдардың өзі сізден бас тарта бастайды. Енді өзің тыныш жүрмейсің ба енді? Енді сонымен арғай жүре бермедіңдер ма енді? Менде өзім бала шағам бар, менде өзім өмірім бар деп сізге қарамай қояды. Айналып келген кезде зиянға сіз ұшырайсыз. Олар бірақ басында фитне жасаған кезде, тағы басқа мәселесінде сізге көп сөздер айтады. Ой, тастап кет, ондай жігіттен кетіп қал, не істейсің? Не өмір ол? Деген сияқты аңмен жақсы айтады. Ал бірақ түптің түбінде зиянға кім ұшырайды деген сұрақ қою керек дейді мамандар. Оның жауабы сол тас түскен жеріне ауыр болады дейді. Яғни сол айналып келген кезде қаракөз қарындасымыз ғана өмірдің зардабын тартады. Сол мәселені қарастырсаңыз еді, сол үшін басында ойлан деп жатқан мәселе сол еді. Одан кейінгі мәселе соңғысы, мынау айтылып жатқан сөздерге ере бермеңіз дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде сіздерге біреу бір сөз айтса, бір мәселе айтып келсе, сол күйеуіңіз жайында айтайық сізге. Осы күйеуің маған екен, көріп қалдық, естіп қалдық деген сөзді естісеңіз, соны анықтамай тұрып, көздеріңді жеткізбей тұрып, шешім қабылдап айтпаңдар дейді. Яғни бұл деген сөз, адамдардың айтқан сөзін, ертең ол адамның сөзін жауап бере алмай қалады. Екі ортада сіздің отбасыңыз бұзылып кетеді. Қалай болғанда да, енді Алла Тағала сабыр етушілермен бірге екендігін айтқан, сабыр еткен пендесін жақсы көретіндігін айтқан, қалай болғанда да бір мәселені тұрып қойымыз керек дейді ғұламалар, бұл өмір жәннат емес. Яғни ешқандай уайым, қайғы жоқ өмір, ол жәннатта ғана. Ал мына өмірде ол жарайды, ол сынақтан бір құтыламын деп ойлайсыз, артынша екінші сынақ келеді.
одан әрекет қылсаң құтылуға үшінші сынақ келеді дейді. Бұл өмірде мынау шыбын жанымыз шығып, мына өмірден кетпейінше адамның сынағы бітпейді. Сол үшін қазақ айтады ғой, үйренген жау атыспаққа жақсы. Жарайды, сол жігітіңізбен енді Құдай қосағаныңыз қалай да болсын Алла қосты сіздерді. Яғни неке қиылды ма, біліңіз, Алла қосты. Егер Алла Тағала қаламаса, ешкім қосыла алмайды. Адамдар қанша мақтаса да, қанша бір сөз айтпасын, қанша әрекет жасамасын, адамдар өздері қосыла алмайды. Яғни өмірдегі болып жатқан әрбір мәселе, оның ішіндегі ерлі-зайыптылардың да қосылуы, некесі қиылуы, бұл Раббил Аламин, Алланың қалауымен іске асқан мәселе. Ғұламалар айтады, демек Алланың тағдырына разы болу деген сөз, Аллаға разы болу деген сөз. Алланың тағдырына разы болмау деген сөз, Алланың шешіміне разы болмай кету деген сөз дейді. Біз ешкім емеспіз Алланың тағдырына қарсы шығатындай. Сабыр етсек қиыншылыққа, иншалла, жаңа айтқанымдай, жарайды, сіз ақ дұрыс болыңыз. Күйеуіңіз жарайды, торымыз шығар. Күйеуіңіз мүмкін сондай бір сіз айтқаннан да жаман адам шығар мүмкін, білмеймін. Бірақ және айтам, сабыр етіңіз. Есесіне Алланың алдында иншалла мәртебеңіз жоғары болады. Сол әрбір күйзелістегі әрбір уақыттарыңызды біліңіз, Алланың алдында ол жай емес, оның бәрі ескеріледі. Балаларыңыз үшін, болашағыңыз үшін кешірімді болыңыз иншалла. Кешірсеңіз, Алла кешіргендерді жақсы көреді дейді. Алла өз кешіргенді жақсы көреді, кешіргендерді Алла жақсы көреді. Міне сол себепті жаңа айтып тұрғанымыздай, басында сол ойлау деген ішінде кеткен мәселе осының бары. Соның бәрін жай бүйтіп отырып, қағазға түсіріп, болашағыңызды жазып көріңіз да. Жарайды, айырылысқаннан кейін не болады? Одан кейін не болады? Болашағым не болады? Ұзын сөзінің тоға тері қысқа версиясын айта салайын. Бір апамыз енді жас кезінде айырылысып кетіп, бірақ бірнеше баласы болған екен. Кейін сол апамыз қартайған шағында өкінген екен. Осынша баламнан осырақ шалым артық екен ғой деп айтқан екен да. Қалай келді, солай айтып тұрмын. Неге десе, ол балалары ер жетіп, өздері отбасы құрып, өздері бөлек кеткен, қыздар бой жетіп, тұрмысқа кеткен. Жарайды, бір баласымен бірге тұрғанның өзінде, ол баласы да өз бөлек бөлмесінде жатады дейді. Айналып келген кезде жаңағы апамыз өмір бойы сол тізесін құшақтап, сол бөлмесе жатқанына өкінген екен. Қалай болғанда да сол шалым жақсы екен ғой деп айтты дейді. Айналып келген кезде болашағыңызды бүйтіп қағазға түсіріп қарайтын болсаңыз, бәрібір де мына өмірде жалғыздықтан Құдай сақтасын. Жалғыздық Аллаға ғана жарасады. Сол үшін ашуға берілмеңіз, адамдардың сөзіне ермеңіз. Өмір сіздікі, Алланың берген өте үлкен нығметі. Қалай болғанда да міне Алла берген жарыңыз бар ма? Аялап, барынша соны үпілеп-сүпілеп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, соған шүкірлік етсеңіз, Алла арттыра берем дейді. Дұға қылыңыз иншалла. Жүрек ниесі Алла. Иншалла, бірақ сәтте Алла Тағала сол жігітіңізді, күйеуіңізді иншалла сіз ойлағанды жақсы қылып қояды. Болашақта сіз иншалла қуанатын боласыз, айырылыспағаныңызға қуанасыз. Болашақта балаларыңыздың тойы бар, қуанышы бар. Ертең құдалармен тұрған кезде де сізге де қатты сөз жерден қайсы болады. Құдамыз қайда? Баланың әкесі қайда? Немесе қызыңыз тұрмысқа шыққан кезде де қызыңыз да ұялады. Әке жоқ деп айтайын десе бар. Бар деп айтайын десе жоқ. Сол кезде қанша ақталсаңыз да бәрібір де сөз сізге келеді. Әйелі дұрыс болмаған екен ғой, айырылысқан болса, әйел адам дұрыс болмаған ғой деп, бәрібір де сөз әйел адамға келеді. Соның бәрі болашақты бүйтіп ойлансаңыз кішкене, иншалла дұрыс шешімге келесіз деп үміттенеміз. Алла Тағала жеңілдік берсін мынау сұрақты қойған қара көздерімізге. Дәл осы мәселе енді жаңағы ер азаматтарға байланысты қойайын. Ер азаматтарда осындай мәселе сұрақтар келді. Өзімнен де сұраған жігіттер болды. Шаршап кеткенін айтты, әйелінен тойып кеткенін айтады, өмір сүргісі келмейтіндігін айтады. Енді сылтау көп, өте сылтау көп. Жігіттерге айтарымыз, жігіттерге, оларға да бірнеше мәселе бар. Бірінші мәселе, сіз аманатты көбірек ойлаңыз, жігіттерге қатысты мәселе бұл. Аманат қылып алдың ғой біреудің қызын. Яғни гүлдей қылып алған қызды мұздай қылып ертіп жіберме, жауап береміз оған. Яғни бұл аманат, мынау өмірдегі аманаттардың ішіндегі ең үлкені ол қыз бала екен. Бәріміз қыз бала тәрбиелеп жатырмыз, ұл бала тәрбиелеп жатырмыз.
Бәріміздің қыздарымыз ертең қаламаймыз. Жаңағыдай бір жігіттер алып, өмірін бүлдіріп, жылатып жіберген ешкім қаламайды. Дәл сол сияқты сіздің де жарыңыз, жаңағы тұрғым келмейді деп жатқан қыз бала, ол біреудің қызы. Қалай болғанда да сіз алдыңыз оны. Ешкім көзіңізді байлап, аяқ қолыңды қайырып, сол қызды алдырғызған жоқ. Яғни сіз өзіңіз таңдадыңыз, соған разы болдыңыз, некеде куәгерлердің алдында разылық бердіңіз, аманатты алдыңыз өзіңізге. Енді бұл мұсылманшылыққа да келмейді, жігіттікке де келмейді. Аманатқа қиянат жасау бұл ағаттық, өте үлкен күнә. Өте үлкен күнә. Сол себепті Алла Тағала Құран кәрімде әйелдеріңізден бір жағымсыз бір амалдарын немесе қылықтарын, мінезін байқап қалсаңдар дейді, мысалға. Оған сабыр етіңдер дейді. Сол себепті Алла Тағала сендерге басқа жағынан көмегін бере береді дейді. Мүмкін сіздің жұмысыңыз жүріп тұрғаны, айтқаныңыздың болып тұрғаны, мүмкін сол қыңыр болып тұрған, сіз айтқандай, айлысыңыз келіп тұрған, яғни көңіліңізден шықпай жатқан әйеліңізге сабыр еткендіктен мүмкін аят бойынша айтатын болса, Құранда Алла солай айтып тұр. Сабыр ет. Есесіне Алла Тағала сендерге басқа жағынан көмегін бере береді дейді. Ол аманатқа қайрат қылу өте үлкен жауапкершілік, өте үлкен сұрағы қатты болады. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, егер сол жігіттер сол қызды тастап кететін болса, өкінеді. Мына өмірде де өкініш бар, ақыретте де өкініш бар ол жігітке. Мына өмірдегі өкініш, мүмкін сол бағаламай жатқан жары, әйелі, ол болашақта айдасы біткеннен кейін екінші бір жігітке тұрмысқа шыға алады. Болашақта сол жігіттің жанында көрген кезде бұл жігіт өкінеді. Мен ашуға берілген екем. Қазір қарасам, бала шағамның біреу әкесі болып жүр ана жақта. Деп ол өкініш орын толмас, сондай бір өкініш болады. Алла сақтасын. Мына өмірдің өзінде. Ал ақыретте де ол өкінеді, ешқандай бір себептен себепсіз оны айырылысқан үшін. Енді себеп дегеніміз не? Себеп дегеніміз, мысалға әйелі көзіне көш шөп салса, ол куәгерлермен дәлелденсе, онда жігіт айырылысуға хақысы бар. Немесе әйелі кәпір болып кетсе, яғни дінін сатып, басқа дінге өтіп кетсе, неке бұзылады ортада. Міне сондай жағдайларда ғана жігітке шариғат рұқсат береді, айырылысып, осындай бір мәселені қабылдауына. Ал ұсақ-түйек үй шаруасындағы мәселе, үйдің жиналмай қалуы, тамақтың уақыты піспей қалуы, тағы басқа мәселесі, құрметті бауырлар, жігіттер айтарымыз, ол сылтауға жатпайды. Ол айырылысуға өте үлкен мәселе емес. Ертең Құдайдың алдында сол мәселе айтып құтылып кете алмайсыз. Ең тыныш вариант, және айтарымыз, сабыр етіп, иншалла, Аллаға көп дұға қылыңыз. Алла ынсап бер әйеліме, жүрегіне сондай иманның байлығын нәсіп ет. Алла Тағала деп дұға айтсаңызшы, тахажжүд айтыңыз, дұға айтыңыз, Алла Тағала иншалла әйеліңізді сіз ойлағанды жақсы қылып береді де қаласа. Ер азамат, жігіт ер азамат деген сөздің мағынасы, яғни бір мәселені соңына шейін алып баратын адам екен. Ал басында бәрі бастай береді. Басы бәрі әдемі бастала береді. Сол үшін аманатты көбірек ойлау керек екен, бірінші мәселе. Екіншісі жаңағы өкінетіндігіңді ойлау керек қазірден бастап, ертең қатты өкініп қалмайсың ба? Сол шешім қабылдағаныңа өкінбейсің ба? Үшінші мәселе, әйел адаммен неке айырылысқысы келеді, өйткені жігіт әйелге көңіл бөлмей қойған кезде басталады. Әйелге көңіл бөлу керек, бауырлар. Әйелге көңіл бөліну керек. Әйел адамға көңіл бөлінбегеннен кейін барып, әйелдерді жігіттің көңіліндегідей жүрмей қалады. Өзіне қарамай қояды. Ол да қырсыға бастайды, мінез көрсете бастайды. Сосын ер азаматтар кішкене бір жаңағыдай әзілдесіп қойып, жақсы сөз айтынша жақсы сөзін айтып қойып, сондай күнделікті сол әйелімен көңіл бөліп жұмыс жасайтын болса, ол әйел кісі де маған көңіл бөлді деп риза болып, өзіне қарап, жігіттің көңілінен шығуға әрекет жасай бастайды. Сол үшін шапалақ екі қолдан болған секілді, жігіттің, яғни әйелі өзіне ұнамай қалуының оның жан-жақты қыры бар. Соның ішінде жігіттің өзі де кінәлі болуы мүмкін. Яғни әйелдің қазір сөйлессек, ол да айтады, жігіт өзі жігіт емес дейді. Сіздің де кейбір кемшіліктеріңізге байланысты ол да өзгергенін айта бастайды. Сол себепті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадис бәрімізге жеткілікті, құрметті ер азаматтар.
әйел кісі қисық қабырғадан жаратылған деді. Қисық ол деді, бітті, қисаяды олар. Қисық қабырға, оны түзеймін деп күшке салсаңдар, ол сынып қалады деді. Яғни сынып қалады дегенде ғұламалар шаңырағың бұзып айырылысып кетесің деп түсіндірген. Бәлкім сол қисық қабырғаны күшке салмаңдар, оны тәрбиелеңдер деген пайғамбар алейхиссалам. Тәрбиелеу деген сөз, яғни күнделікті онымен жұмыс жасаймыз. Күнделікті онымен қолшығына мән береміз. Оның жеткен анау істеп жатқан күнделікті сол бір амалдарын бағалауымыз керек. Оған баға беріп отыру керек күнделікті. Жақсы болса, ой, бәрекелді деп, сол бағаланған кезде әйел адамда даму үстінде болады екен. Яғни күнделікті дами береді, өзін жан-жақты сондай бір жақсы жағынан көрінуге өзіне қарай бастайды екен. Сол үшін құрметті ер азаматтар, сіздерге де айтарымыз, айырылысқым келеді деген сөз алып тастаңыздар. Айырылысу, талақ мәселесі бұл шайтанның жақсы көретін мәселесі, ал талақ мәселесі Алланың жек көретін мәселесі. Біз шайтанның емес, Алланың жақсы көретін нәрсесін таңдауымыз керек. Бұл өмір сынақ өмір, уақытша өмір. Ешкім қабірге сол әйелмен кетпейді. Жалғыз кетеміз, бірақ сол сіз айтқандай, жарайды әйеліңіз жаман бола салсын, жарайды сіз айтқандай сондай бір өте талғамы төмен адам бола салсын, жарайды. Бірақ бәрібір де соны Аллах қосты сізге. Жаңа жоғарыда айтылған сөз сізге де айтылған мәселе, ер азаматтарға. Сабыр етіңіз иншалла. Алла сабыр етушімен біргемін деп тұр. Ал есесіне Алланың алдында ертең жәннатты уәде етті, мәңгі сол өмірде тыныштық бар. Сол жақта ғана ешқандай проблема жоқ. Ол жақта ешқандай қайғы, қасірет болмайтындығын айтқан. Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун аятта. Оларға ешқандай қайғы, қасірет болмайды, оларға ешқандай қорқыныш, үрей болмайды дейді аятта. Мен жаңа айтқандай, уәде еткенде 20 минут уақыт бердім. Өзім жаңа ғұламалардың айтқан мәселесіне байланысты комментарийді қосам. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды жан-жақтан қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз қойыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты. Уалейкум ассалам рахмату баракат. Әйелім намаз оқымайды дейді. Енді ер азаматтарға байланысты мәселе екен. Әйелім намаз оқымайды деп айырылысу, ол надандық. Ол өте бір шариғатта өте төмен адам есептелінеді. Намаз оқу парыз әрине. Ер азаматқа да, әйел кісіге де балиғат жасқа толғаннан бастап оны оқу бәріміздің міндетіміз. Бірақ әйел адам намаз оқымады екен деп айырылысқым келеді деп айту, ол надандық. Ол білімсіздік. Әйел адамның намаз оқиды иншалла. Ер азамат айтқан сөзімен іс-әрекеті, өмірі бәрі соған сәйкес келіп жатса, иншалла, жүрегінен шықса, ол жүрекке жетеді. Яғни әйел адамның намаз оқуына ер азаматтар ықпал жасау керек. Оны қалай да болсын, жолы бар, оның жүрегін жаулап алып, бір ағамызды танимын. Өте сондай бір жүрегі кең адам. Сол кісі айтады, жеңгемізді қалай намазға алып келген айтып жатырды. Сондай бір дастархан басында да дұға қылған кезде айтамын дейді, Алла, маған намазды нәсіп еттің, Аллаға шүкір. Қан енді шіркін, мен имамдықта тұрсам, әйелім артында үйіп тұрса, отбасы болып намаз оқысам ғой, Алла, сол күнді көруді нәсіп етсе деп дұға қылып жүре беремін дейді. Ол дастархан басында осы дұғамды әйелім естіп отырады дейді. Міне қанша уақыт өтпей дейді, көп уақыт өтпей әйелімді соны түсінді. Демек, намаз оқыса, күйеуі соны қалайтындығын біліп, ол кісіді намазға жығылғанын айтқан еді бір уақытында. Сондай бір хикметтері бар да, даналық жолмен әйел кісіні сондай намазға алып келуге болады. Намаз оқымады, бірден қолыңды сілтеп, талағын беріп, қуып жіберу, айырылысып кету, ол шайтанның жолы. Және қайталап айтамын, ол намазды ешкім жоққа шығарып тұрған жоқ. Намаздың парыз екенін біледі, мұсылманның қызы. Иншалла, Алла нәсіп етсе, оқимын деп жүрген адамдар ғой, Құдай қаласа оқиды. Мына жерде алейкум салам.
менің күйеуім намаз оқымайды дейді. Мына жақта енді керісінше болып жатыр міне. Субханалла. Қараңыздар қандай өмірі. Яғни сынақты біреудің күйеуі намаз оқымайды, біреудің әйелі намаз оқымайды. Әйел кісілерге де айтарымыз сол. Намаз оқымады екен деп айырылысып кетуге болмайды. Мен бір кісілерді танимын, намаз оқитын әйел кісі еді. Немересі бола тұра айырылысып кетті. Немересі бар. Бірақ сол айырылысудың алдында сондай бір кездесу болды мен ол кісімен сұхбаттастым, сөйлестім. Сөйтіп сұрап жатырмын. Ағамыз қарайын жаман адам емес сияқты, кәдімгідей өзінің жұмысы бар. Неге айырылысуға ұялмайсыздар ма? Немерелеріңіз бар адамдар сіздерге. Мен сізге айтатын уағызым жоқ деймін да. Мен жастарға айта аламын. Яғни немересі бар апаларға мен айтатын, менде уағыз жоқ деп айтқан ол кісіге. Кейін өзі бастағаннан кейін сұрай бастадым. Мен не себепкер десем, ішет дейді. Ішет дегенде мен оны салынып ішіп жүрген көрмегенмін ол кісіні деймін. Десем, анда-санда бір мейрамдарда келіп үйде ішет дейді. Ол ішкен үшін де мен айырылысуға болмайды деймін. Музыка тыңдайды дейді. Музыка тыңдады деп айырылысуға да болмайды. Енді хақыңыз жоқ. Біз Құран тыңдағымыз келеді дейді, күйеуім музыка тыңдайды дейді. Мен жаңа кісіге айтып жатырмын да, әйел кісіге. Сізге де айтып жатқаным сол. Сіз оған ықпал жасамайсыз ба? Ақыр намазды Алла сізге нәсіп еткен екен. Оған қарағанда сізге Алла бірінші нәсіп етті. Сіз Аллаға көбірек шүкір айтыңыз осы себепті деймін. Енді сол шүкірлігіңіз сол болсын. Енді ақырындап күйеуіңізге де ықпал жасап, намазға келуіне, жаңа арағын тастауға, музыка тыңдамауға ықпал жасамайсыз ба деп жан-жақты жолдарын айттым. Бірақ қазақ айтады ғой, өзің білме, білген тілін алма. Сол кісілер соны айырылысып кетті. Өкінішке орай айырылысып кетті. Немересі бар әйел кісі. Орамалда намаз оқитын әйел кісі. Сол үшін айтарым, құрметті әйел кісілер, яғни күйеуім намаз оқымайды екен деп айырылысуға, талақ сұрауға хақыларыңыз жоқ. Және айтамын. Талақ сұрауға хақыларыңыз бар. Яғни талақ кәдімгі түсіп кететін мәселе бар. Егер күйеуің ер азамат кәпір болып кетсе, басқа дінге кетіп қалса, мысалға, сондай жағдайларда ғана ортада неке бұзылып кетеді. Ал қалған жағдайларда әйел адам ақылды болу керек. Яғни намазды сылтауратып айырылысуға ол себеп емес. Ер адам 3 талақ беріп, әйелімен бірге тұрып жатыр дейді. Онда жағдай қалай болады? Яғни 3 талақ беріп, біз қазір оны талақ талқыламай қойып, өйткені ол қазір сыртта отырып, біз олардың талақ деп айтты ма, немесе айырылысып кетті деп ойлап, кейде адамдар басқа сөз айтып жібереді. Оны өз имаммен сөйлеседі, немесе муфтиятқа бар, мамандардың алдында қалай болды, не болды айтылады, содан кейін олар пәтуасын алып, сөйтіп отбасы құрып жатқандар бар. Сол үшін ол талақ мәселесі ол жағдайға қаралады. Яғни жігітке байланысты, жігітті тыңдалынады, не айтты, қалай айтты, немесе ниет қалай болды. Талақ деп айтпаса да басқа сөз айтса, ниет қалай болды. Бірден 3 талақ деп айтты ма, немесе бөліп айтты ма, ол қаралады. Сол үшін жауап мен айта алмаймын, өйткені ол мен сұрау керек, аузынан қалай болды, не болды. Содан кейін барып айта аламыз. Қыз бен жігіттің жар таңдаудағы жайлы көбірек айтсаң. Жақсы, Алла қаласа бұны жеге бір эфирде өтеміз, Алла қаласа. Еркек қырсығып тамаққа келмей 7-8 күннен көп жүреді. Жоқ нәрсеге ренжиді. Кешірім дегенді білмейді. Әрқашан мен кешірім сұраймын дейді. Қаракөз қарындасымыз жазып жатыр. Жарайды, тамаққа келмеуі. Айтарым, мүмкін сол тамаққа келтіретіндей жолдарын сізге жасау керек. Әдемі киініп жүріңіз. Барынша үйге келгенде проблема айтпаңыз. Шағымдана бермеңіз. Күліп қарсы алыңыз. Сұрай бермеңіз, оның қайда жүрген, не істеп жүрген. Бәлкім сондай жағдай жасап қойыңыз, ол өзі айтатындай қылып қойыңыз. Мен бүгін осындайға бардым. Солай болды ма? Кездестім. Солай ма деп тек қана сіз қолдап отырыңыз. Ал сізге қатысы жоқ жерден сұрақ қоймаңыз. Бәлкім балалардың алдында сол әкесін көп мақтап отырыңыз. Балалардың алдында сол әкенің рұқсатсын сіз бірне істемеу керек екенін айтып отырыңыз. Яғни сіз неңізді өзгерту керек сізге кішкене. Мынау тактика дейміз ғой. Отбасындағы мәселені кішкене сіз өзгертсеңіз, ол күйеуіңіз міндетті түрде үйге асығатын болады. Яғни үйдегі жары сондай бір тамағы өзі өте сондай көрікті, сөзімен көрікті әрине, мінезімен болса, әрине ер азамат үйіне асығады. Енді 7-8 күннен бері үйге келмей қоюына демек ондай бір себептер бар. Сол үшін қара көздеріміз айтарымыз,
күйеулеріңізбен олар тәрбиелеймін деп ойламай-ақ қойыңыздар. Ол сіздердің балаларыңыз емес. Сіздер балаларыңызды тәрбиелей аласыздар. Ол есейіп кеткен біреудің баласы. Тек қана оны сондай бір алдап деп айтпай-ақ қойын, сондай бір жақсы қылықтарыңызбен, көрікті мінездеріңізбен, жылы сөзіңізбен, шырайыңызбен ғана оны осылай әке қылып ұстап жүре аласыздар. Сіздердің мақсаттарыңыз өсіп келе жатқан балаларыңыздың алдында әкеңіздің мәртебесін көтере беріңіздер. Иншалла, сіздердің балаларыңыз мықты азаматта өседі. Яғни сіздердің қазір қадамдарыңыз балаларға әсер етеді, өміріне, олардың өмір ұстанымдарына. Некелесеміз деп, бір жылдан кейін осындай уақытта некелесеміз десе, сол кісіге үйлену уәжіп па дейді. Некелесеміз деп жігіт айтып жүргенмен, бірақ екінші тарап, қыз жақ мысалға, ешнәрсе айтпай жүрген болса, уәжіп емес әрине. Қызда келісім берді, мен де саған тұрмысқа шығамын десе, жігіт мен аламын сен деп айтса, болды алдым деп айтса, онда ол неке ілесі оларға уәжіп болады. Сол үшін мына мәселені қарау керек. Жігіт қанша үйленем деп айтқанымен, бірақ жігіт қыз жағы жоқ, уақыт келе берсін, көреміз ғой, әлі уақыт бар ғой деп созып жүрген болса, онда әлі оларға некелесу уәжіп болды деп айта алмаймыз. Қыздың әке-шешесі арамызға түсе берсе не айтасыз дейді. Жаңа көрдіңіздер ме, жігіттің әйелінен айырылысқым келем деген мәселенің бір ұшы осы жерде жатыр. Яғни қыз баланың ата-анасы араласа беру арқылы жігіттің намысына тиеді. Яғни ол жігіт болып өзінің отбасында өзінің саясатын жүргізгісі келеді, өзінің бағыты бар. Бірақ оны сырттан қыз жақтың ата-аналары араласуға хақысы жоқ негізінде. Қыздың ата-анасы аманатты жігітке өткізді ма, болды, араласуға хақысы жоқ. Араласуға хақысы бар тек қана жақсы жағымен ғана, жақсы сөздерін айта алады, қонақ болып келе алады, қонаққа шақыра алады. Бірақ тіпті үйлеріне қонаққа шақырған кезде де күйеу бала арқылы шақыру керек. Яғни күйеу балаға звондап айту керек. Немерені сағындым, қызымды сағындым, көргім келеді, үйге келіп кетесіңдер ме деген секілді осындай ұсыныспен ғана қызын көре алады. Қызымды алып кел үйге деп, бәлкім бұйрық беріп те айтуға хақысы жоқ. Неге? Өйткені ол қызды жаратқан олар емес. Мүлік Алланікі. Яғни ата-ана ретінде айтарымыз, біз бала шағамыз біз жаратқан жоқпыз. Мысалы, мен ұлдарым бар, қыздарым бар, Аллаға шүкір, мен олар жаратқан жоқпын. Яғни мен болмасам да олар өмірге келетін еді, басқа біреудің балалары болып. Мен Аллаға шүкір деп айтамын, олар менің бала шағам болып келгенде. Енді олардың қазір менің алдымда жүруі уақытша, бәрі уақытша. Ертең болашақта ұлым өсіп, есейіп, ол өз отбасын алып құрады. Қызым бойы жетіп, тұрмысқа шығып кетеді, батамды берем. Енді одан кейін мен араласуға хақым жоқ қызымның. Жоқ, менің қызым дұрыс, мен себепті келді, ол дұрыс. Бірақ уақытша аманат уақытында ғана мен оған тәрбиемді беріп, халал тамақтандырып, әкелік міндетін атқарып жүрем. Батамды беріп, неке қиған сәттен кейін болды, мен ол қыздың өміріне араласуға хақым жоқ. Өйткені ол аманат басқа біреуге өтіп кетті. Алланың құзырында сол жігіт жауап береді. Демек, жауап беретін адам біреу басқа екен. Ата-анасы қолынан келсе, қыздың ата-анасы қолынан келсе көмектессін оларға, жақсы сөзін айтсын. Материалдық қиындықтар болса көмектессін. Тым оның көмектесе алмаса үндемесін. Расул айтады ғой. Жаңағы сөйлесіңдер, жақсы сөз айтыңдар, болмаса үндемеңдер дейді. Кім Аллаға қиямет күнінде иман келтірген болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін деген. Осы үндемеудің өзі өте үлкен бір мәселе екен. Сол үшін жігітке айтарымыз, ата-анасы осындай араласты екен деп ренжудің қажеті жоқ. Жаңа айтылғандай аманатты көбірек ойлаңыз. Олар енді жарайды, енді ата-ана ғой деп сондай сын ретінде қабылдай салыңыз. Бірақ соны сылтау қылып, ашуға беріліп қолыңызды бірақ сілтемеңіз. Ажырасуға күйеуі келіспей, әйелі ажырастырса, ол қалай болады? Ол қалай болған сонда? Күйеуі келіспесе, әйел ажыраса алмайды. Күйеуі талақ бермесе, әйелі кеттім, болды, мен бүгіннен кейін сенен күйеуімді есептемеймін сені. Болды, біз айырылысып кеттік деп қанша жерден шешім қабылдаса да, ол айырылысқан болып есептелінбейді. Некенді бірінші мойнына аманат қалған жігітке сондай жауапкершілікті шариғат артып қойған,
сол аманаттан да бас тартып некесін бұзатын жігіт қайттан соған берген. Яғни ол жігіттің шешімімен болады. Қыз балаға талағын сұрайтын шариғат рұқсат береді, бірақ оның қазидың алдында ол дәлелдену керек. Яғни өзі кетіп қалмау керек, оны имамның алдына алып келіп, баяғы неке қиылған куәгерлердің бәрін шақырып сол жерде былайша айтқан кезде ашық әңгіме болады. Қалай болды, не болды, имам бәрін тыңдайды. Сөйтіп жігітке ескерту береді, бір мәрте, екі мәрте ескерту береді. Үшіншісіне енді имамның өзі оны айырылыстырып жібереді. Куәгерлердің алдында міне бүгіннен бастап мына екеуі ерлі зайыпты емес, мына жігіт лайықты емес мына қызға. Шариғат бойынша екі мәрте ескерту бердік, соған қарамастан жігіт опасыздыққа барып жатыр. Деп қази, яғни имам осы мәселенің нүктесін қоя алады. Бірақ оған дейін қыз бала өзі кетіп қалуы, заттарын жинап, болды мен айырылысып кеттім деген ол өзінің ойы, ол сөзі, бірақ шариғат бойынша олар әлі ерлі зайыпты болып есептелінеді. Ол қыз бала тез арада қайттан үйіне қайту керек. Үйіне қайтып тәубасына келу керек. Былайша айтқан кезде адам құсап некелескеннен кейін адам құсап айырылысу керек те, оның жолдары бар да. Яғни адам құсап бұлар некелесті ғой уақытысында. Адамдардың алдында дұрыстап шариғатпен неке қиылады. Шариғат бойынша айырылысу керек болса айырылысады бұлар. Бірақ ашуға беріліп, өзім осындай шешім қабылдадым деп онда кетіп қалса, ол харам болады. Ол қыз бала тәубасына келу керек, ондайға бармау керек. Екі әйелі болып әділдік жасамаса дейді. Бір қарындасым сұрап жатыр екен. Жақсы. Екі әйел мәселесі, бұл да өте үлкен жауапкершілік. Егер мына кісі айтып тұрғандай әділдік жасамаса, оның сұрағы қатты болады. Пайғамбар алейхиссалам айтады, кім әйелдеріне әділдік қылмаса, қияметте ол адам мына бір иығы екінші иығынан төмен, яғни мүгедек болып тіріледі дейді. Яғни бұл өмірдегі ғұламалар айтқан, бұл өмірдегі мүгедектер уақытша екен. Бірақ ақыреттегі мүгедектен Алла сақтасын да. Ақыреттік мүгедектен Алла сақтасын. Сол үшін жігіттер біреудің қызын аманат қылып екінші әйелі алып некесін қиған болса да, ол жігіттерде ықтият болу керек. Яғни соны белін буып сондай шешімге барғаннан кейін, енді оны ер азамат болып, иншалла Алла жеңілдік берсін, әділдік жасаңыздар. Екінші мәселе. Мына осыған қатысты, сұраққа қатысты басқа әйел кісілерде осындай мәселе болуы мүмкін. Қазіргі күнде, қазіргі заманда әділдік дегенді біз қалай түсінеміз? Мысалы, осыған кішкене тоқтала кетуді рұқсат етіңіздер. Әділдік дегеніміз не? Мысалға айтатын болсақ, жаңағы әйел кісілердің арасындағы мәселе, мысалға бірінші әйелі пальто қаласа, пальто әперді да күйеуі. Енді екінші әйелі пальто емес, оған сондай бір жаңағыдай пуховик куртка алғысы келді. Яғни ұнаған әперу сол әділдік. Ұнаған алып беру сол әділдік. Немесе көлік алып берсе де, мысалға, бәйбішесіне, осындай маркадегі көлік, екінші әйелінде көлік алып беру керек болса, дәл сол марканы алып беру шарт емес, оған мүмкін басқа марка ұнайтын шығар. Яғни солдай мәселе бар да, яғни ұнағанын алып беру сол да әділдікке жатады. Үшінші мәселе, мысалға бәйбішесі енді көбінесе енесімен тұратын болса, ол енесінен келетқан үй, әкесінен келет қалған үй болуы мүмкін, зәулім үй болуы мүмкін, ол зәулім үй болуы мүмкін. Енді екінші әйелде дәл сондай зәулім үй болмаса, әділдік етпей жатсың деп айтуға болмайды. Өйткені ол жігіттің негізі әкесінен қалған үй болуы мүмкін да, зәулім үй сондай. Екінші әйелдіге де шариғат бойынша хаққысы өтелген болып табылады, бір бөлмелі пәтер жалдап тұрған болса да, және оның не істейміз ғой, жалға алып, баспана қылып тұрған болса да, ол әділдікке жатады. Яғни ол жігіт бәрі болашақта үй алады оған. Үй алады. Енді ол, жоқ сен анау бәйбішең тұрып жатқан сияқты зәулім үй алып жасамай жатсың бізге, әділдік қылмай жатсың деп айтуға болмайды. Әйтеуір баспана бар, ыңғайлы ма? Балалар шағасы көбейген сайын екі бөлмелі қылуы мүмкін ол квартирасын, пәтерді. Кейін үш бөлмелі қылуы мүмкін жігіт. Болашақта сөйтіп ол да ыңғайлы бір жер алып, үй соғуы мүмкін, кішкене уақыт беру керек де жігітке де. Жағдайына қарай, мүмкіншілігіне қарай. Өйткені ол бәрібір де есебі бар ғой. Яғни сол есептеп, сол
біреудің қара көз қызын аманат қылып алғаннан кейін ол есебі бар ол жігіттің. Бірақ дәл сол жерде бірден болып кетпейді еш нәрсе, сол жағына кішкене қарау керек. Яғни әділдік деген қазіргі күнде көп адамдар басқаша түсініп жатыр да. Әділдік қылмай жатыр, әділдік қылмай. Әділдік қыл деген мәселе былайша айтқанда мынандай мәселе. Екі жақта да тамақ бар ма? Бар. Екі жақта да киетін киімдері бар ма? Бар. Екі жақта да әйтеуір баспана бар ма? Далада емес, әйтеуір баспана. Тіпті жалдамалы пәтер болса да екі жақта да бар ма? Бар. Ауырып қалса дәрі-дәрмектері бар ма? Бар. Екі жаққа да әйтеуір көңіл бөлініп, түндерінде әйтеуір барып тұрма жігіт барып жатыр. Яғни осы, яғни сол мәселелерде әділдік қылмаса, онда жігіттің сұрағы ауыр болады. Мына жақта киім бар, мына жақта киім жоқ. Мына жақта жейтін тамақ бар, мына жақта тамақ жоқ. Мына жақта дәрі-дәрмек бар, мына жақта ауырып қалса дәрі-дәрмек жоқ. Мына жақта баспана бар, мына жақта бала-шаға баспана жоқ. Қаңғып жүр да былайша айтқанда. Онда әділетсіздік есептелінеді. Ал бірақ сол мына жақтағы әйелді пәтерге жоқ, мен бұндай пәтерде тұрғым келмейді, мен коттеджде тұрғым келеді, әділдік қыл десе, ол өйтіп айтуға хақысы жоқ. Болып есептелінеді. Жарайды, бұл тақырыпқа байланысты бір жеке тақырып өтетін шығармыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты болған жерін айтып жатқаным ғой. Қазіргі уақытта ажырасқым келіп жүр дейді. Ініміз сұрап жатыр екен. Мен оған қатысты жоғарыда айттым. Мынаны қазір эфирде Алла қаласа мен сақтап қоямын. Құдай қаласа сіз асықпай осыны көріңіз. Қайырлы кеш ұстаз, ер адам жұмыстан кешіксе, соны маған айтпайды. Осыдан сосын ұрыс басталады. Сол дұрыс па? Жақсы. Қарындасымыз екен, Қаракөз. Ер азаматтың кеш оралуы, ерте оралуы ол сіздерге байланысты. Егер жұмысы мүмкін кеш шығатын жұмыс сондай болса, ол басқа мәселе. Жұмыс 6-да біткен, бірақ жігіт үйге 12-де келеді,